Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз қыстың күні күтірлетіп кез келген тағаммен ұсынуға болатын қиярдан осындай өте дәмді салатты жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен қиярды жақсылатып жуып 3-4 сағатқа мұздай суға салып қоятын боламыз. 3-4 сағаттан кейін енді қиярды осылай 2-ге немесе 3 бөлікке бөлеміз, қиярдың көлеміне байланысты. 2 шетін жақсылатып кесіп, қиярларды жақсылатып барлығын жуып, видеодағыдай турап шығатын боламыз. Келесі кезекте табамызды қыздырамыз. Қызып тұрған табаға енді бірінші суды құямыз. Одан кейін кез келген өзіңіз пайдаланып жүрген сұйық майдан салатын боламыз. Бұл салатқа қыздар міндетті түрде чили кетчупын пайдаланамыз. Сол кезде салатыңыз өте дәмді болып шығады. Енді барлығын осылай араластырып болғаннан кейін манағы туралып қойған қиярлардың барлығын осылай салатын боламыз. Кейбіреулер жазып жатады, кетчуптың орнына қызанақты қоссақ бола ма деп. Жоқ қыздар, именно бұл салатты кетчуппен жасаған жақсы, кәдімгідей өте дәмді болып шығады. Енді мінеке барлығын жақсылатып осылай араластырып аламыз. Келесі кезекте енді уксусты құямыз. Уксус бізде 9% уксусты пайдаланамыз. Одан кейін дәміне қарай қант саламыз, тұзды саламыз. Барлығын жақсылатып бір араластырып аламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, сол құраммен жасасаңыздар болады. Енді ең соңында сарымсақты үкіштен өткізіп аламыз және де осындай қара бұрыштан қосамыз. Барлығы қайнап болғаннан кейін 10 минуттай баяу отта салатымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Сонымен қатар достар, каналыма тіркелуге ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, осындай бір жаңа рецепт шығып жатса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Мінеки қиярдан жасалған салатымыз дайын болды. Енді стерилденген банкілерге барлығын салып шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар.